Қайырлы күн, қыздар. Бүгін мен сіздермен балаларымыз сүйсініп жейтін әрі бір жасағаннан шығатын панкейк жасайтын боламыз. Менің рецептімді жасап көріңіздер. Алдымен бір бокал айранымызға қажет және ложка сода салып жақсылап араластырып қоямыз. Содан кейін бөлме температурасындағы 2 жұмыртқаның үстіне 2 немесе 3 ас қасық шекер салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін дайындап қойған айранымызды массамыздың үстіне құйып, үстіне 2 ас қасық суық майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстіне